Жақында мәжілістің екінші оқылымында депутат Айдос Сарым және Динара Зәкиеваның ұсынған заң жобасының түзетуі мақұлданып Сенатқа кетті. Депутаттар бұл заң жобасы балаларды кибербуллингтен қорғау үшін әзірленді дегенді алға тартса да, кейбір тұсы тым күмәнді. Ал белсенділер заң жобасы желіні бұғаттауға мүмкіндік береді және цензураға алып келеді деп алаңдайды. Осы тұста заң жобасы авторларының бірі Динара Зәкиева Facebook парақшасына пост жариялап, өзінің бастамасын түсіндіріп, бірнеше статистика келтірді. Депутат қателесті ме? Тексеріп көрейік. Динара Зәкиеваның айтуынша, заң жобасының бірінші оқылымынан кейін Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігі 2021 жылдың 1 қаңтары мен 20 қыркүйек аралығында Қазақстан заңнамасы 185.987 рет бұзылғанын анықтап, осыған қатысты әлеуметтік желілерге 2006 сұрау құжатын жіберді. Бірақ платформалар өтініштің 20%-ін ғана жауап берген. Бұл мәлімдемені манипуляция және дәлелденбеген деп айтуға болады. Мұнда жолданған сауал саны дәлелденбеген. 2021 жылдың 15 қыркүйегінде мәжіліс балаларды кибербуллингтен қорғауға арналған осы заңды бірінші оқылымда мақұлдаған кезде, сол кездегі Ақпарат және Қоғамдық даму вице-министрі Кемелбек Ойшыбаев басқа статистиканы келтірді. Оның сөзінше, 2021 жылы ақыдымы 140 құқық бұзушылық анықтап, әлеуметтік желі мен мессенджерлерге 1700 өтініш жолдаған. Осылайша, егер депутаттың сөзіне сенсек, 5 күн ішінде Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігі өтініш санын 2006-ға дейін арттырған, ал анықталған фактілерді 185.987-ге дейін жеткізген. Яғни мекеме қызметкерлері күніне 9.000 құқық бұзушылықты анықтап, демалыс күндерін қосқанда күніне 61 өтініш жіберіп отырған. Манипуляция мынада. Зәкиева да, Ойшыбаев да Қазақстанның сұрауларына интернет платформалардың жауап беруіне қатысты бір статистиканы келтірген. Ойшыбаевтың айтуынша 20-30%, ал Зәкиева Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігіне сілтеп 20% екенін айтты. Әзірге технологтар жаңа статистиканы жариялаған жоқ. Дегенмен, бұған дейінгі деректер әлеуметтік желілердің жауап беретін өтініштерінің саны әлде қайда жоғары екенін көрсетіп тұр. Құрметті оқырман, материалдарымыздың толық нұсқасын сайтымыздан оқуға кеңес береміз. Каналға тіркеліңіздер. Шындықта әркімнің ақ бар таласы.